Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 15-ші сабақ жуан және жіңішке айтылатын сөздер тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын мына суретке назар аударайық. Суреттен не көріп отырсыңдар? Ойларымен бөлісіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші суретте біз автобустағы оқушының атаға орын беріп жатқанын көріп отырмыз. Екінші суретте баланың анасына су әкеп беріп жатқанын көріп отырмыз. Және де үшінші суретте қыз баланың әжесіне көмек беріп жатқанын көреміз. Балалар, бұл суреттерді бір сөзбен қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар, қамқорлық десек болады, көмектесу, дұрыс, сыйластық десек те болады, Жарайды, балалар. Ендеше бүгін Шәміл Мұхамеджановтың «Сыйлаймын» деген өлеңмен танысатын боламыз. Жақсылап мұқият тыңдайық. Ата менен ананың айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса, қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын, бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді, мен де бәрін сыйлаймын. Балалар, өлеңде айтылып отырған бала қандай бала екен? Дұрыс айтасыңдар, айтқан тілді алатын бала екен. Ақылды бала десек те болады. Қамқор бала. Кішіпейіл десек те болады. Жинақы бала екен, өзінің заттарын жинастырып жүреді екен. Және де үлкендерді сыйлайды екен. Жарайсыңдар. Сендер де осындай ақылды, үлкенді сыйлайтын қамқорсыңдар деген ойдамын. Ендеше балалар, біз бұғанға дейін өткен тақырыпты қайталайықшы. Есіңде сақта. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Мысалы, жуан сөздерге айна, жылқы, сауысқан деген сөздерді тағы да басқа мысалдарды келтірсек болады, Ал жіңішке сөздерге үй, көгершін, өнер деп айтсақ болады. Және де өз ойымыздан тағы да мысал келтіріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі қ дауыссыз дыбысының бас әріпі мен кіші әріпін дәптерімізге көркем жазып шығайық. Балалар, келесі екінші тапсырмамыз оқулықтағы мына тыйым сөздерге назар аударайықшы. Үлкеннің алдын кеспе, үлкенмен сөз таластырма. Үлкеннің алдын кеспе дегенді қалай түсінеміз? Үлкеннің алдын кеспе дегеніміз, үлкен кісілердің алдынан жүгіріп өтпе, үлкен кісі алдыңда келе жатқан кезде жол бер дегенді. Үлкенмен сөз таластырма, яғни үлкенге сөз қайтарма, жаман сөздер айтпа деп түсінуге болады. Жақсы, осы тыйым сөздерді екінші жаттығу дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Жазып болсақ, осы тыйым сөздердің ішіндегі дауысты дыбыстарды атап шығайық. Қандай дауысты дыбыстар бар? Ү, е, а, ү, о деген дауысты дыбыстар бар екен. Енді балалар, осы дауысты дыбыстарға байланысты сөздерді екіге бөлейікші. Біреуі жуан естілетін сөздер, екіншісі жіңішке естілетін сөздер. Жуан естілетін сөздерге қайсысы жатады? Дұрыс айтасыңдар. Алдын таластырма. Ал жіңішке айтылатын сөздерімізге үлкеннің, кеспе, үлкенмен сөз деген сөздер жатады. Келесі тапсырмамыз дәптерімізде және оқулығымызда үшінші жаттығу берілген. Суреттердің атауын сөздермен сәйкестендір, осы сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Ендеше аю суреті мен сөзін қосайық бір-біріне. Тасбақан қосамыз, өрмекші сөзі мен суретін қосайық. Енді балалар, осы әрбір суретке сөйлем құрастырып көрейікші. Мысалы, аю қыста ұйықтайды. Мен өрмекшінің торын көрдім. Тасбақа өте баяу жүреді десек болады. Балалар,
өздерің де басқа сөйлем өз ойларынан құрастырып жазсаңдар да болады. Тапсырманы орындап болғаннан кейін өзімізді бағалайық.